Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қыс мезгіліне арнап, қысты нанмен жағып жеуге арналған өте дәмді, ерекше дайындалатын икра дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Мінекей достар, икра осындай дәмді болып шығады. Енді бізге қажетті заттар: кабачки қажет болады. Оның сыртын ашып, және де осылай теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін сәбіз қажет болады. Оны да дәл осылай теркадан өткізіп аламыз. Және де жуа қажет. Жуаны осы видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Тұз қажет болады, және қант қажет болады. Уксус, 9% уксус қажет, және томат пастасы қажет болады. Және де сұйық май қажет. Сұйық май ыдысымызға, қызып тұрған ыдысымызға құйып, үстінен жаңағы туралған жуамызды салып шыжғыратын боламыз. Достар, барлық қажетті өлшемдерді видеоның астына, описание бөліміне жазып кететін боламын. Және жуамызды шыжғырамыз. Одан кейін, жуа шыжғырылғаннан кейін үстінен сәбізді саламыз. Жақсылап тұрып араластырып, қақпағын жауып, бір 10 минут көлемінде кішкене сәбізіміз жұмсарғанға дейін бұқтыратын боламыз. Оттың астын жайлап қоямыз. Бұл икра қыста жеуге өте дәмді болады, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Мінекей сәбізбен жуа шыжғырылды. Енді үстінен жаңағы теркадан өткізілген кабачкиді саламыз. Кабачкиді салғаннан кейін жақсылап тұрып, міндетті түрде жақсылап араластыру қажет. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып, 1 сағат көлемінде оттың астын жайлап қойып, 1 сағат көлемінде бұқтыратын боламыз. Және сол 1 сағаттың арасында ашып қақпағын араластырып тұру қажет. Мінекей 1 сағат уақыт өтті. Осылай кабачки мен сәбіздің жуанын соғы шығып, осындай болады. Енді үстінен біз томат пастасын саламыз. Томат пастасы қанша өлшемде қажет екенін бәрін видеоның астына, описанияға жазып қоятын боламын. Мінекей осылай томат пастасын салғаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Осы уақытта оттың асты жайда тұру қажет. Қатты ашып қойсаңыз күйіп кетуі мүмкін. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін үстінен осындай тәтті қызыл паприка себеміз. Ол өзіңіздің қалауыңызша, немесе қара бұрыш салсаңыз да болады. Және де қантты саламыз, одан кейін тұзды саламыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте оттан алып, блендердің көмегімен езетін боламыз. Мінекей осындай қызыл түсті болады. Осылай блендермен жақсылап тұрып езіп аламыз. Сол кезде ешқандай түйіршігі қалмайды. Блендермен езгеннен кейін тағы да жай отқа қойып, үстінен уксусымызды құямыз. Уксусты құйғаннан кейін тағы да 5 минут көлемінде газге қоямыз. Мінекей дайын болды. Енді біз осылай алдын ала банкаларымызды тазартып дайындап қоямыз. Және де осы тазартылған банкімізге икрамызды құйып, қақпағын жабамыз. Мінекей икралар дайын болды. Енді жылы жерге бетін жауып, бір түнге қойып қоямыз. Мінекей икра осындай өте дәмді болып шығады. Қыстың күні нанға жағып жесеңіз өте дәмді үйлеседі. Және де бұл сіздің отбасыңыздан көңілінен шығады деген ойдамын. Сондықтан да сіздерге дәл осы рецептпен икраны жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.